Біз күнделікті өмірімізде жетістікке жеткен адам деген сөзді жиі естиміз. Ал бірақ өзіміз жетістікке жетуге ұмтылып жүрміз бе? Міне, тағы да бір жыл аяқталғалы тұр. Бір жыл бұл 365 күн. Қандай жетістікке жеттіңіз? Бір жылдағы жетістігім деп нені атар едіңіз? Осындай сауалдарға шынайы жауап беріңізші. Өзіңізге өзіңіз бір жылдық жетістіктеріңіз туралы есеп беріңіз. Құрбым маған осы тақылеттес хатты сымсхат арқылы жөнелтіпті. Бастапқыда 10 адамға таратпасаң деген секілді хат шығар деп соңына дейін оқыған жоқпын. 2 күннен соң құрбым хабарласып, мен жіберген жазбаны оқыдың ба, расында да ойландырады екен. Оны маған жұмыстағы бір апай жіберген еді деді. Осыдан соң ғана телефонымды шұқылап әлгі хатты мұқият оқып шықтым. Мұнда жетістік жөнінде, жетістікке жеткісі келетін адамның қалай әрекет етуі керектігі жөнінде жақсы жазылыпты. Жылдың аяқталуына 30 күн қалды дегенімізбен, шынымен жетістікке жеткісі келетін адам үшін бұл жазба келесі жылға да өте қажет деп ойлаймын. Жетістікке жету үшін әрбір күнді қуанышпен, ақылдылықпен, парасаттылықпен толтыру керек. Жетістікке және байлыққа жету жолы көпшілік ойлағандай емес. Ол адамның тілек, ниетінен туындайды. Сіз өзіңізді жетістікке жеткен адамдар қатарына жатқызасыз ба? Ойланып қалдыңыз ғой. Өзіңізді қайсысына жатқызатыныңызды анықтау үшін әрі қарай тыңдаңыз. Бірінші, жетістікке жеткен адам барлық мүмкіндіктерді қарастырады, ал жетістікке жеткісі келмейтіндер түрлі сылтау ойлап табады. Екінші, жетістікке жеткісі келген адам іс-әрекет жасайды, жетістікке жеткісі келмейтін адам бүгінгі істі ертеңге қалдырады. Үшінші, жетістікке жеткісі келетін адам биікке ұмтылады, жетістікке жеткісі келмейтін адам барына қанағат етіп отыра береді. Төртінші, жетістікке жеткісі келетін адам алған бетінен қайтпайды, ал жеткісі келмейтін адам бір рет жолы болмай қалса, тауы шағылып қалады. Қайтадан ұмтылғысы келмейді. Бесінші, жетістікке жеткісі келген адам өзіне сенеді, жетістікке жеткісі келмейтін адам басқа біреулердің сөзіне сенеді. Осы ұстанымдармен алға ұмтылыңыз, сөзсіз жетістікке жетесіз.